Ассаляму алейкум қыздар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін видеода көрсетілгендей тюрбан тігеміз. X пен Y өлшемдерін видеодағыдай өлшеп аламыз. Матаны екі қабаттап, өлшемдерімізді матаға түсіріп аламыз. Матамызды шет-шеттен 4 бұрышты қылып кесіп, екі жерінен екі тесік қалдырамыз. Матамыздың бұрыштарын қайшымен кесіп шығамыз. Матамызды терісінен аударып, видеода көрсетілгендей ортасынан қабаттап аламыз. Енді кішкентай бөлшегін дайындап аламыз. Видеода көрсетілгендей тігіп шығамыз. Кішкентай бөлшегімізді терісінен аударып, тюрбанымыздың тесігіне кіргіземіз. Жиырып алып, көрсетілген жерінен тігіп шығамыз. Тігісімізді арт жағына жіберіп, тесігінен бірге тігіп шығамыз. Тюрбанымызды теріс жағынан аударып, резинкамызды алып, көрсетілген жерінен тартып тігеміз. Резинкамыз 7 сантиметр. Тюрбанымыздың ұш жағын тері қарай қайырып, қолмен немесе машинкамен тігіп аламыз. Тюрбанымыз дайын. Видео ұнаса, лайкты басып, каналымызға жазуды ұмытпаймыз.